Ассаламу алейкум қадірменді көрермендер. Біліп жүр арнасына қош келдіңіздер. Бүгінгі біздің хабарымыз бауырлас Түркия мемлекетінің әскери әуе күштерінің ұшқышсыз басқарылатын ұшағы ТБ-2 байрақтар жөнінде болмақ. Әскери пилотсыз ұшу аппараттарының мүмкіндіктері бұрыннан шектеулі болып келді. Бірақ 3-ші мыңжылдықтың алғашқы жылдарында жағдай жаңа. Жетілдірілген дрондар пайда болған кезде өзгерді. Оларды белсенді пайдалану құрлық әскерлерінің ұрыс қимылдарының ескі тактикасын тез ескертті. Америка құрама штаттарынан кейін басқа елдер, мысалы Израиль, жаңа дрондарға ие болды. Бірақ 2020 жылы ең көп айтылған ұшқышсыз басқарылатын ұшақ Түркияда жасалған байрақтар ТБ-2 болды. Бірқатар қақтығыстарға қатысуының арқасында бұл аппарат интернет пен теледидардың нағыз жұлдызына айналды. 2000 жылдары Түркияда өзінің жеке жауынгерлік дрондары болған жоқ. Рас, бұл ел сіздер білетіндей НАТО әскери блогының мүшесі болғандықтан, оның армиясына арналған дрондарды негізінен ақш-тан сатып алуға болатын еді. Алдымен түрік үкіметі де дәл осылай ойлаған. Дегенмен мұндай шешімнің қате екені артынан белгілі болды. Бастапқыда американдықтар солтүстік Кипр мәселесі бойынша Греция мен Түркия арасындағы ескі келіспеушіліктерге байланысты жаңа технологиялары мен Түркиямен бөлісуге асықпады. Бірақ кейіннен тағы да жаңа кедергілер пайда болды. Израиль түрік армиясы үшін баламалы ұшақ жеткізушіге айналуы мүмкін еді, және бірнеше жыл бойы ол ұшақтарды жеткізіп отырды. Кейін еврей мемлекетімен қарым-қатынас күрт нашарлап, бұндай жағдайда жауынгерлік дрондарды сатып алу жөнінде әңгіме айтудың өзі қажет болмай қалды. 1975 жылы ақш Түркияның қару-жарақ экспортына санкция енгізген соң, Анкара мен Вашингтон байланысы қиындай түсті. Сол уақыттан бастап Түркия өзінің қорғаныс өнеркәсібін дамытуға күш салды. 1996 жылы Түркия америкалық General Atomics компаниясынан 6 ұшқышсыз әуе аппараттарын, 2006 жылы Израильден ұшқышсыз Херон құрылғыларын сатып алды. Дегенмен 2010 жылы Израиль билігі Газаға жол тартқан Түркияның 9 азаматын өлтіруге бұйрық бергеннен кейін тараптар дипломатиялық байланысқа нүкте қойды. Негізінен Түркияның қорғаныс саласына 1990 жылдары әкелінген тұңғыш ұшқышсыз әуе аппараттары ақш-тағы Джинат пен Израильдің Херон үлгісінде болатын. Джинаттың жетілген нұсқасы саналатын жыртқыш және Репайр ұшу кемелерінің 2000 жылдары Түркияға сатылуына ақш конгресі рұқсат берген жоқ. Кейіннен Түркия отандық ұшқышсыз әуе аппараттарын өндіруді өз қолына алды. Әлем назарын өзіне аударған байрақтар ТБ-2 құрылғысын 2005 жылы 26 жастағы Селчук Байрақтар есімді студент таныстырды. Ол электротехника мамандығы бойынша магистратураны Америкадағы Пенсильвания университетінде, докторантураны Массачусетс техникалық университетінде тамамдаған. Селчуктың ата-анасы 84 жылдан бастап Түркиядағы Байрактар макина көлік құрау компаниясын басқарған. 2000 жылдан бастап аталған компания дрон шығара бастады. Алғашқы жылдары Байрактар ойлап тапқан ұшқышсыз аппараттарды мемлекет иелігіне жарату оңайға соққан жоқ. Түркия билігі Байрактар ТБ-2-ге күдікпен қарап, қорғаныс саласында қолданудан бас тартқан. Бірақ 2006 жылы инженер Байрактар Түркиядағы ұшқышсыз шағын дрондар байқауында жеңіске жетіп, ресми Анкара елдің оңтүстік шығысында 19 құрылғыны орналастыруға бұйрық берді. 2009 жылы қыркүйек, қазан және 15 жылы ресми делегация алдында сынақтан сәтті өткен Байрактар ТБ-2 түрік қорғаныс саласындағы озық техникалар қатарына еніп, Анкара әуе операцияларының негізгі құрылғысына айналды. Ол 7 шақырым биіктікте 24 сағатқа дейін ұшу мүмкіндігіне ие.
150 шақырымға дейінгі қашықтықта 54 килограммнан артық жүк тасымалдай алатын құрылғы байланыс орнату үшін жер үсті басқару станцияларын пайдаланады. Түрік әскерлері пайдаланатын 75-тен астам Байрактар шағын ұшқышсыз әуе көлігі электроникалық, компьютерлік бағдарлама және құрылымдық қондырғыларымен бірге Түркияның тұңғыш әуе көлігі саналады. Бүгінге дейін 100 мыңнан астам операциялық ұшу рейсін жүзеге асырған құрылғы қолайсыз ауа райы кезінде де қолданылады. Селчук Байрактар есімі түрік жерінде инженер маман ретінде ғана емес, президент Реджеп Тайып Ердоғанның күйеу баласы ретінде де белгілі. Байрактар Ердоғанның кіші қызы Сүмейеге үйленген. Отандық басылымдардың біріне берген сұхбатында ол Boeing пен Lockheed Martin әлемдегі ең ірі компаниялар. Бізде осы тізімге қосылатын боламыз. Егер Түркия мен ұсынған жобаға қолдау білдіретін болса, 5 жылдан кейін біз дүниежүзілік қорғаныс саласында бір қадам алға шығамыз дейді. Расымен Америкада білім алып, Түркияның қорғаныс саласына елеулі ықпал еткен Селчук Байрактардың әуе құрылғыларына басқа мемлекеттерде асқан қызығушылық танытып отыр. Былтыр қаңтарда Украинаның президенті Байрактар TB2-ның 12 данасына тапсырыс берген. Мәміленің жалпы құны $69 миллион бағаланады. Сондай-ақ Катар мен Пакистанда аталған құрылғыға қол жеткізуді мақсат етіп отыр. Құрылғының максималды ұшу салмағы 650 кг. Аппараттың ұзындығы 6,5 метр, қанаты 12 метр. Қозғалтқыш ротакас 912, қозғалтқыш қуаты 100 аттың күші бар. Ұшудың ең жоғарғы жылдамдығы 222 шақырым сағатына, крейсерлік ұшу жылдамдығы 130 шақырым сағатына. Әсер ету радиусы 150 км, ұшу биіктігі 8200 метр, жүктеме салмағы 50 кг. Қазіргі уақытта Түркияның ұшқышсыз ұшу құрылғылары арқылы ақш және Ұлыбританиямен бәсекелес мемлекетке айналған. ақш әлем бойынша 2001 жылы ұшқышсыз құрылғымен шабуыл жасады. Бүгінде Ұлыбритания, Израиль, Пакистан, Сауд Арабиясы, Біріккен Араб Әмірліктері, Египет, Нигерия және Түркия осы технологияға ие. Наурызда басталған Идлибтегі қақтығыс кезінде Байрактар ұшқышсыз әуе аппараттарының қаншалықты қуатты екені мәлім болды. Алдағы жылдар түріктің бұл құрылғысы Германиядағы Маузер мен Ресейдегі Калашниковтың аналығына айналуы мүмкін. Бұл Байрактарды 2014 жыл тамыз айынан бастап шығаруда. Түркия әскери әуе күштерінен бөлек бұны Катар, Украина және Әзербайжан әскери әуе күштерінің сапында бар. Бұның құны $70 миллион және құрамында 6 дрон және 2 басқару станциясы бар. Ол лазермен басқарылатын 4 танкке қарсы юмтас зымырандарын немесе стационарлық және қозғалмалы заттарды соққыға қабілетті Рокетсан МАМ-С және МАМ-Л түзетілген жоғары дәлдіктегі сырғанайтын бомбаларды 8 шақырымға дейін жеткізе алады. Сонымен 2015 жылдың желтоқсанында юмтас АЧМ сынақ ұшырылымдары өтті. 4 зымыраны бар аспанға ұшырылған Байрактар TB2 12 сағаттан астам уақыт бойы ұшып тұра алады. Бұл үнемі әуе кезекшілігін жүргізуге және нысандарды анықтағаннан кейін зымырандармен атқылау үшін алдыңғы шепке жылдам жетуге мүмкіндік береді. Реакция уақыты авиацияға қарағанда әлдеқайда жоғары. Бұл тар уақыт дәлізінде қолжетімді нысандарды тиімді жоюға мүмкіндік береді. 2016 жылы юмтас танкке қарсы басқарылатын зымыраны мен күрд жасақтарына қарсы дронның сәтті жауынгерлік қолданылуы туралы ресми ақпарат пайда болды. Бұл мәлімделген тактикалық техникалық сипаттамаларды растады. 2019 жылы Байрактар TB2 Ливияда Хафтар армиясына қарсы қолданылды. Ливиядағы ашу жанартауы операциясы кезінде Украинаның Defense Express агенттігі мен Түркияның Анадолу агенттігінің хабарлауынша, осы дрондардың көмегімен 2020 жылдың маусымына дейін ЛН-ға тиесілі кемінде 7 ресейлік Панцер С зениттік зымыран кешені жойылды.
Байрактар ТБ2 20 жылдың ақпан айында Сирияның Идлиб провинциясындағы түрік көктемгі қалқан операциясы кезінде кеңінен қолданылды. Асадтың күштеріне және Асадқа адал әскери құрылымдарға қарсы 20 жылдың қазан-қараша айларында Әзірбайжан армиясы Таулы Қарабақ үшін шайқастарда Байрактар ТБ2-ні белсенді түрде қолданды. Осы дрондардың көмегімен Әзірбайжан әскерлері жаудың көптеген техникалары мен әскерлерін жойды. Айта кету керек, соңғы Таулы Қарабақ аумағында болған қақтығыста Арменияның қарулы күштеріне қарсы жауынгерлік дрон белсенді және өте сәтті қолданылды.